түн ішінде не қылып жүрсің ол жақта? Сені жоғалтып алсам не істер едім? Құдай-ай, қайта аман екеніңе мың да бір шүкір. Жарайды, сіз сабыр қылыңыз енді. Қайта жолы бол. Жолдан мен өтіп барады, көзім түсіп байқап қалдым. Мүлдем байқамасам не болатын еді? Сіз уайымдамаңыз. Енді балаңыз дін аман көз алдыңызда ғой. Жасұлан, сенен тезірек жазылып кет. Сосын жарайды аға. Мамаңның рұқсатысыз ауылдың сыртына шықпа балам. Болды аға. Жарай ма? Енді қайталанбайды. Мен қайтайын онда, жақсы. Шай ішіп кетпедіңіз бе? Қызым бара ғой, шай қоя ғой. Әрі болмай қойыңыздар. Мен анау үйде қыруар шаруам бар. Соның бәрін бітіруім керек. Таңертең ертемен анау базарға кететін ем. Соға дейін шаруаларды бітіріп тастайын деген ғой. Мұрат аға? Базарға барамыз ба? Иә. Мұрат аға, не ғой, базарға мен де барсам бола ма? Балам, қой ұят болады. Саған не бар базарда? Ештен кетпейді, ұят түгі де жоқ. Алып кетем. Шынымен ба? Шынымен. Бірақ сен таңертең ертемен менің қақпамның алдында күтіп тұр, жарай ма? Болып барам аға. Өзім алып барып, қайтадан алып келем. Бала жас қой, көргісі келеді, білгісі келеді, көрсін, базардың не екенін білсін, сауданы білсін. Сіз уайымдамаңыз, мен өзім әкеліп тастаймын. Кешірек қайтамыз бірақ. Ал, жақсы, мен жүрейін, аман болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз аға. Сізге қарыздармын, тіпті қалай алғыс айтарымды білмей тұрмын. Не деп тұрсыз? Қайдағы қарыздар? Жоқ, ешқандай қарыздар емессіз. Мына сіздің балаңыз бар ғой, өте еңбекқор, сондай болашағынан үлкен үміт күттіретін бала ғой. Ал, жақсы, аман болыңыздар. Сау болыңыз аға. Жарайды. Ұйықтап қалмай, ерте кел таңертең. Болды аға. Ана машинаны итеріп қыздырамыз ғой, балам. Балам-ай. Айналып кетейін баласынан, айналайын. Қазір ұйықтап тұрғаннан кейін мороженое берем. Ұйықтай ғой. Анашым, мен кетіп бара жатырмын. Аптық па, бір нәрсе жеп алсаш? Жоқ, қарным тоқ. Айтпаса Мұрат аға күтіп қалар. Қоя тұр енді. Наны жолда жейсің. Алам. Анашым, мен жолдан иттерімді алып кетем. Кеште келем, уайымдамаңыз. Ақ жол. Абайлап жүр, балам. Мұрат! Мұрат! Кеткем жоқ қой. Ой. Кеткем жоқ қой, қойшы сен. Ма, мұнан саған берем деп отырып, жаңа столдың үстінде қалдырып кетіп бұл ғой. Неменеге асығасың, сен осы? Жәмилә, мен саған қашан қайтам, далада даусың қатты шығарма деп. Көршілердің ұят қой. Қойшы, қайтайым енді сені кетіп қалды екен деп қорқып кеттім ғой. Ма, мұнан ала сал. Терлеп бара жатсаң, қолыңмен сүртіп жүрме тағы. Мақыл, жарайды. Ақшаңды алдың ба? О, әкең, бәсе бірден ұмытты ме? Ұмыт кеттім, ақшаны алып шығасаш. Айттым ғой әні саған, айттым ғой, өмірге бірдеңеңді ұмытасың да жүресің. Айғайласаң тағы айғайлат дейді. Мына бір көршілерде бір бәле болды. Осылардың қас-қабағына қарап өмір сүретін болды. Қойсайшы, болды, алып шықшы ақшаны. Қойшары! Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Айналайын, барсын шар. Ассалаумағалейкум аға. О, Жаслан жау, алейкум ассалам. Кел, әкел. Қазір. Базарға күшік сатуға баратырым да, Өзім алдын алып отыра берем. Жарадың. Бұл ауылдың сен сияқты балалар жұмыс істемек түгілі бар ғой. Көшеден де көрінбейді. Сен бәрінен оздың. Bir жерін ашып қойшы, бір жерін. Күшіктерің барғанша тұншығып қалар. Жақсы екен күшіктерің. Жүр, отыр. Жаслан? Саламатсыз ба, Жәмил апай? Демде тәуір болып қапсың ғой. Маман қалай, жақсы ма? Иә, бәрі шүкір жақсы. Ма ақшаң? Сау болыңыз апай. Сау бол. Базарда қаңғырып жүре бермей тез қайт. Жарайды. Болды енді, қош. Жарайды, болды, қайтамыз. Болды, жақсы, жарайды. Өзі бірдеңені өмірге ұмытып жүреді, тағы да айғайласаң айғайлады де. Бәле болды, просто бір көршілерді. Мынау Мұрат емес па? Мұндай әдет жоқ еді ғой, өзің қатынан әңгімесі, бізге әңгіме айтушы еді, ақыл айтушы еді. Не болған өзі? Қойшы соны да бір.
Жаслан, Ау. сен кеше анау ауылдың сыртында не үшін жүрдің? Және қандай жағдай болды дедің? Жай. Бөтелкелерімді өткізіп, оның ақшасына өзіміздің ауылдағы дүкеннен нан ала қояйын деген едім. Бірақ ауылда нан таусылып қапты. Содан кейін көрші ауылға баруға тура келді. Көрші ауылға бара жатқанымда бұзық балдар мені ұрып кетті. Ақшаны тартып алды. Іштен кетпейді. Басым сау, ата-анам алдында. Маған одан басқа бақыт керек емес. Анда-санда қоқыстан аяқ киімдерді алып, соларды киіп тұрам. Соның кесірінен мектепке де барым келмейді. Апайым барлық оқушының алдында кемсітіп береді. Үйіміз өртенгелі 4 жыл. Әлі жарық жанар емес. Өрт жарықтың тоғын күйдіріп жүрген. Содан бері жарықсызбыз. Мұрат аға, Ау? сізге не болды? Көңіл күйіңіз түсіп кетті ғой. Жоқ, көзіме бірдеме кіріп кеткендей болды. Жәмил апайдың ұрысқанына ренжіп отырсыз ба? Жоқ, Жәмил апаң қартайғаннан кейін айта береді жеңгең. Әшейін айтады ғой. Сен де қатырасың ей? Жәмила жеңгенің айтқанын сөзіне жылап отырсың ба деп. Жоқ ей. Жаслан, сен жарадың балам. Маладессің сен, Жаслан. Сен жарайсың. Нағыз жігітсің. Қазір анау базарға барасың. Анау күшіктеріңді сатасың. Одан соң мысыңды өткізіп болғаннан кейін базардың алдында мені күтіп тұр, жарай ма? Кетіп қалма. Не үшін? Екеуміз де анау үйімізге азық-түлік алуымыз керек. Бірақ менің ақшам азық-түлікке жетпейді ау. Өзіңізге ала беріңіз. Сенен ақша сұрап отқан кім бар? Өзім алып берем. Тек сен анау Жәмила жеңгеңе айтып қойма, жарай ма? Жәмила жеңгеден қорқасыз ғой, Қой, Қартайдық қой, қартайдық. Біз де жас болғанбыз. Шіркін, мына сен сияқты зымырап, әрлі-берлі шауып, жүгіріп ойнағанбыз. Қайран уақыт зымырап өтіп жатыр ғой, шіркін. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы олаушы, кел. Аға, алдында айтып едіңіз ғой, күшік әкелсең 300 теңгеден алам деп. 300 теңгеден. Так, нема? Мына итің кішкентай ғой. Сен жақсы иттер әкеледі дедің ғой. Не мынау? Кішкентай ит әкелсін. Бұндай иттің құны 200 теңге тұрады. Алмасаңыз алмай ақ қойың. Бұл жерде күшік алатындар көп қой негіз. Інім, тоқташ. Тоқташ, тұрады. Мынаны сенің, мына итің сенің. Мына сырттаны бар. Жақсы күшік. Бұны 250-ге алам. Берем десең. Онда келісуге болады. Бола ма? Міне інім. Рахмет аға. Ал. Аға, айтпақшы, менде мыс та бар. Аласыз ба? Мыс? Тура 10 келі. Мысың таза ма балам? Әлім? Таза мыс емес қой мынау. Мысты қайықтың алдысың мысты? Қайда алғам, не қыласыз? Әйтпесе өзіме қайтарыңыз. Не қылыңыз? Сен қалаға өстейсің үлкенге? Бар, жоқ. Тоқта. Апақ сақалыңыз бен, балам неге алып тұрсыз, кішкентай қылып. Неге алмайсыз ба? Алатын болсаңыз, ақшасын беріңіз. Алмасаңыз, затын қайтарыңыз балам. Ана жерде тура 10 келі. Маған 100 теңге беруіңіз керексіз. 10 келі ма? 10 келі, я. Мыстың келісі 10 теңгеден. Маған 100 теңге бересіз. Мәнім. Чөт жасын. Күшігін сатып жібердің ба? Маған айтты. Сен жаңана күшігін саттың. Мысыңды өткіздің. Сен ол ақшаның бәрін жинап қой. Ертең ана өзіңе мектепке бірдеңелер аласың, жарайды ма? Жарайды. Ау, азық-түлікті мен әперем саған. Тек сен жеңгеңе ештеңе айтып қойып жүрме, жарайды ма? Болды аға. Мамаң не жақсы көреді сен? Мен мамам ба, алма. Алма жақсы көреді ма? Аламыз. Ассалаумағалейкум. Маған бір келі помидорыңнан,
Kuzum, alma, mama alma жақсы Иә. көреді ме? Алмаңнан өлші. Болды да қазір дайындап тұрмын. Свежий ғой бәрі, иә? Иә, свежий, жақсы ғой бәрі. Жақсы. Мен алмаңыз алма деген сөзге. 1 кило бәрі, 1 килодан болды. Болды, әкелем. Так, на, стой. Сеслан. Так, анам қазір мен саған. Жасуан, нан алмайсың ба? Әшінде біздің магазиннен шықпайтын едің. Наным түгел. Әр апта сайын базарға барып тұрам. Енді маған дүкеннің қажеті жоқ. Бір күн келесің ғой иттей болыпша нан сұрап. Сол кезде көреміз күн түс қалады ғой маған.